Бәріне сәлем, мен есімім Руслан. Бүгін бізде подкаст. Біздің подкастымыздың қонағы журналист, Азаттық радиосының журналисті, МЮ-да лекчер Жолдас Өрісбай. Жолдас ағай көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі подкастта біз жалпы бірнеше мәселені талқылайтын боламыз. Ол ағайдың жалпы ішкі құндылықтарындағы трансформация, яғни өзгерістер, менталды денсаулық және пропаганда, этика тақырыптар бойынша сөз қозғайтын боламыз. Жалпы подкастқа келіскеніңізге, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Олай болса, көп уақыт созбай алғашқы сұрағымды бастайын. Жалпы кез келген адамды былайша айтқанда үлкен жаңа қалаға көшкен кезде, өзіңіздің тәжірибеңізде қателеспесем, биографияңызға қарап отырсам, Алматыға оқуға түскен кезде немесе Мичиганға оқуға кеткен кезде, бала кезден қалыптасқан бір құндылықтарыңыз болады ғой. Мына нәрсе осылай болу керек деген бір образдар қалыптасып қояды ғой. Сол образдардың қайтадан бір өзгеріске ұшыраған, яғни осындай да пікірлер бар екен ғой, осындай да адамдар бар екен ғой деген бір адамдарда көп жерде трансформация болып жатады ғой. Сол үшін дәл қазір өзімде сондай кезеңде есептеймін. Басқа қалаға келдім, жаңа орта, әртүрлі бір ивенттер Астанада, мен өзім Теміртау қаласынан боламын, ондай ивенттер, ондай орта кездестірмедім деген сияқты. Жалпы өзіңізде ол трансформация қалай өтті, құндылықтардың өзгерісі, қай кезеңді ерекше атап өте аласыз, және сізге кім және не әсер етті? Шақырғандарыңызға рахмет. Қуана өз пікірімді бөлісуге дайынмын. Өте күрделі және комплекс сұрақ деуге болады. Мен бала кезімнен шын айтсам, мені әкемнің жаңағы тәрбиедегі принциптері маған негіз болды деп айта аламын. Әкем өзі өте әділ, сондай парасатты азамат. Ол үнемі сондай кез келген жағдайда өзінің ұстанымын қоғамдық тұрғыдан айтуға тырысады. Мысалға, жеке мүдде бар, қоғам бар, иә. Кез келген адамда эго болады, бірақ эгоны да белгілі бір деңгейде ықшамдап, ортақ мүдде, қоғамдық мүддеге бейімдеуге болады ғой. Мысалы, әке мен совет кезінде жас кезі өткен кісі, советтің сондай идеологиясына белгілі деңгейде сенген жастардың бірі болды. Мүмкін сол кезде ма ол кісінің сондай принциптері, или оның ары қарай атамнан өтті ме, білмеймін ол жағын, бірақ кез келген жағдайға сол әділ қарауға үйретеді. Сол негіз болды деймін, фундамент болды деп айта аламын. Одан кейін оқуға түсер кезде мысалға әкем алысқа кеткенімді қаламады. Шымкентте оқи берсең бола ма деп жаңағы мен сол жақ тапсыруыма үгіт жасап. Бірақ мен кәдімгі отбасынан алысқа шығып, 18 жасында еркін өмір сүргім келді. Содан Алматыға ұмтылдым. Шындап келгенде бізден ауылда оқыдық. Мен мысалы Түркістан облысында ауылда оқыдым, оның бірде. Сол кезде мынау Астанада Назарбаев университеті ашылып жатқан кезде, енді бірінші талапкерлер жинап жатқан кезде, соған мен негізі уақытым дәл келіп тұрды, бірақ маған соны 11-ші сыныпта бағыт бағдар беретін ментор болған жоқ, мысалға да. Сол жағынан негізі сондай кеміс болды деп айта аламын, себебі ментор болса, кез келген ауылдың баласында шетелдегі университетке дайындауға болатынын мен қазір түсініп отырмын. Назарбаев университеті туралы мен 11-ші сыныпта естідім, бірақ сол кезде бұл деген Қазақстанда ең үздік университет болып ашылғалы тұр. Және ол жерге мен тапсырсам өтпей қалам деп, сайысқа түспей тұрып, жаңағы өзім қол бұлғаған кезім болған. Қазір соны белгілі деңгейде өкінем. Әрине енді кейін Қазақ ұлттық университетіне түстік, Алматыға, одан да бір кемдік көрген жоқпын. Ол жерде де жақсы білім алдық, тәрбие алдық. Бірақ мен ол жерде оқуым филология факультетінде болды, және журналистикаға қатысы көп болған жоқ, және журналистің негізгі принциптерін өрде оқымадық біз. 3-ші сыныптан бастап, 3-ші курстан бастап мен журналистикада істей бастадым. Сол кезде мен принциптерім қалыптаса бастады. Кейін студент кезімде ақш-қа бардым, содан кейін ақш-тағы жаңағы қоғамның құндылықтарын зерттей бастадым. Ол жақта жалпы жүйе, қоғамдық орта қалай қалыптасқан, адамдардың құндылығы қалай, соларға қызыға бастадым. Содан кейін де ақш-қа көп рет бардым. Одан кейін болашақпен магистратураға түстім.
Ол кезде де белгілі деңгейде бетбұрыс болды деп ойлаймын. Мысалға біз қалай айтсақ та әйтеуір біз ондай дәстүрлі оңтүстіктегі қазақы отбасыда өмір сүргенбіз, және бізге анау батысшыл деп айтатын жаңағы ЛГБТ-ның өкілдері болсын бізге жат сияқты көрінетін шындап келгенде. Мен өзім басында қабылдай алмайтынмын. Мысалға мен Нью-Йорк қаласында серуендеп жүріп, мысалға Манхэттенде екі ер азаматтың қол ұстасып жүргенін көріп, өзім таңғалған кезім болған, мойындаймын. Кейіннен оны мен зерттедім, жалпы бұл жаңағы белгілі біреулердің әдейі бұрмалап жасап жатқан пропагандасы емес екен, бұл адамның құндылығы, әр адамның өз таңдауы екенін, және оның да адам құқығы категориясына кіретінін былай анық білдім, түсіндім. Содан кейін белгілі деңгейде сол жақсы қоғам құру кезінде ең әлсіз топтардың өзін және қоғамның назар ауа бермейтін, немесе қоғамнан дәстүрлі қоғамнан шығаруға тырысатын сондай топтардың бар екенін түсіндім, және олардың да бақытты болуға құқығы бар екенін, жаңа тыныш қоғамда өмір сүруге құқығы бар екенін түсіндім. Мысалға осы құндылықтардың бәрі айналып келгенде бәрібір менің журналистік принциптерімді қатайта түсті. Және ақш-та оқығанда да журналистиканың негізгі принциптерін терең оқып үйрене алдым деп ойлаймын. Себебі оған дейін мен бірнеше медиа ресурстарда Қазақстанда істедім. Информбюрода. Информбюрода істедім, Жеткүн KZ, Массагет KZ сайтында істедім. Мысалы, ол кездерде бәрібір айналып келгенде, мысалға сол сайттарда бізде бүкіл редакция бағынып, сол өз жұмысын реттеп отыратын редакция стандарттары болған жоқ. Қазір енді оларда бар ма жоқ па білмеймін. Ол керек екен түсіндім, себебі информбюрода мысалға мен өзім бас редакторымен сөзге таласып қалатынбыз. Мысалға менің мәтінімді, мақаламды өзгерткен кезде айтатын. Не үшін өзгерттіңіз мысалға? Ол сол кезде бұлай жазуға болмайды деп айтатын. Мен сосын айтам, неге болмайды? Маған көрсетіңіз, неге болмайтынын түсіндіріп беріңіз. Бір жерде жазылған ба, бізде бір стандарт бар ма, бекітілген редакцияда көрсете алмайтын мысалға да. Бірақ сол өз редактор өзінің ұстанымын былайша айтқанда кигізіп отыр ғой мақалаға. Сондай кезеңдерден өттім мен. Содан кейін ақшқа барып, жалпы фундаментал журналистиканы оқыған кезде, жалпы әр өзін құрметтейтін редакцияның өзінің сондай этика стандарттары бар екен түсіндім. Мысалға көбісі андай көпке қолжетімді. Мысалы Нью-Йорк Таймстың сайтына кірсеңіз, оның этика стандарттары ашық тұр. Мысалға соны күнделікті өз жұмысында редакция пайдаланады. Осылай белгілі деңгейде қалыптасты. Кейін философиялық тұрғыдан көп жаңа кітаптарды зерделеуге тырысам, және осы жерде тек журналист емес, журналистиканың жұмысы ары қарай жақсы қоғамға итермелеу ғой. Жақсы қоғам құруға үлес қосу. Сол байланыспен мен мысалға көптеген философтардың кітабын жаңа қызығып оқимын. Жартылай түсінсем де, түсінбесем де, мысалға Ницшенің болсын, жаңағы Платонның, Аристотельдің жаңағы этика деген кітабы болсын, соларды әйтеуір мүмкіндігінше түсінуге тырысам. Әрине өте көне мәтіндер, қиын, олардың трактовкалары әртүрлі болады. Сен ол терең бір философтың кітабын ғылыми еңбегін оқығаннан кейін, оны кейінгі ғалымдар қалай тәпсірледі, соны да оқуың керек та түсіну үшін. Өте күрделі процесс, маған бірақ сол процесс ұнайды, және оның соңына жете алмайсың. Сол соңына жете алмайтыным маған қызық көрінеді. Соңына дейін жетпесем де, мүмкіндігінше уақыт болған кезде соны игере берсем деймін. Және бала кездегі жолдаспен, Алматыдағы жолдас, ақштағы жолдас бәрі кезең-кезеңмен дамып отырды деп ойлаймын. Қазірден Қазақстанға қайтып келгеннен кейін де, мысалға мен өзімді 5 жыл бұрынғы жолдаспен салыстырсам, белгілі бір деңгейде прогресс жасадым деп ойлаймын. Себебі мен елге қайтқаннан кейін азаттықта істей бастадым, және азаттықта жаңағы ақшта үйренген практикалық, теориялық этика стандарттарын практика жүзінде қолдана бастадым. Мысалы, азаттықта да біз күнделікті этика стандарттарын, түрлі дилеммаларды талқылаған кезде осылар теориямен алдынан шығып, соны құптап отырады да, маған сол үдеріс белгілі деңгейде қосымша біліктілік беріп отыр. Сол жағынан
солай қысқа айтуға болады. Жақсы. Бұл негізі айтсақ үздіксіз процесс қой негізі. Үнемі қарап отыру, үнемі оқып отыру, қайтадан еске алып отыру деген сияқты. Әрине үздіксіз процесс, және этиканы жаңарып отырмайды деп те айтсақ болады. Ол дегеніміз негізгі базалық принциптер сақтала береді, шындықты іздеу, зиян келтірмеу, жаңағы ашықтық, бейтараптық, тәуелсіздік деген сияқты. Бірақ әлеуметтік желілердің келуі, сол медиадағы форматтар, медиумдардың ауысуы белгілі деңгейде біздің жұмыс процесіміздегі этика құндылықтарын шамалы болса да өзгертеді. Оны әр редакция өзіне қарай бейімдеп отыр. Мысалы, қазір жасанды интеллекттің интеграциясы келе жатыр ма қоғамда? Демек, жасанды интеллектінің көмегімен дайындалған контенттерге біз қалай қарсы күресе аламыз? Дезинформацияның күшеюіне қалай қарсы тұра аламыз? Оған қарсы бізде құралдар бар ма? Соның бәрі этикамен қарбаласып дамып келе жатыр қазір. Жақсы. Осы орайда сұрай кетейін этика бойынша. Енді түсінемін, мен жеке өзімде бәрібір қайтса болады. Сіздің сабағыңызда, сенбі күні сабақтарыңызға барамын ғой. Сол кезде сабақтарыңызды көрген кезде, әртүрлі этикалық мәселелер көрген кезде, өзім нелерім еске түсіп кетеді, мақаларымша. Мына жерде мен біреуді дұрысырақ қойдым ба, әлде одан тағы да біреу қою керек па, или мына спикердің сөзін мен қатты өзгертіп жібердім ба, әлде сол күйге қалдым ба деген сияқты қайтадан реально айтсақ болады. Саморефлексия дейді ғой, сонда болып жатады. Өзіңізге байланысты осы сұрақ қойғым келеді. Жалпы осы уақытқа дейін бір жасаған енді өзімді айтсақ болады, керемет демей ойбай, осы уақытқа дейін жасаған қателіктерім бәлкім жеткілікті шығар. Өзіңізде осы нәрсе қалай, этика бойынша жасаған осы уақытқа дейін қателіктеріңіз болды ма, және сол шығарған журналистік материалдарыңызға біраз уақыт өткеннен кейін бір өкініштер бола ма? Осы жерін мен дұрыс істемедім, осы сұрақты бекер қойдым деген сияқты. Ол этикаға келсек, негізі қателеспейтін адам жоқ. Редакцияда қателеседі, журналистте қателеседі. Мәселе сол қатені журналист әдейі жасады ма, бұрмалап, өзінің құндылықтарына, немесе өзінің жеке сенімдеріне қарай, немесе білмей жасады ма. Мысалға, дезинформацияның құрбаны болуы да мүмкін журналист. Яғни ақпарат дұрыс тексермейді де, фейк тараған ақпаратқа сеніп таратып. Мысалға, ковид кезінде ондай көп болды, біліп-білмей журналистер таратты. Оған кешіріммен қарау керек. Мен жеке өзіме келсем, әрине менде этикалық қателер бар. Мысалға, сол информбюрода істеген мақалаларымды мен кейін 6-7 жылдан кейін ашып қараймын. Мысалы, ол жерде кейде баланс сақталмаған, кейде жаңағы этикадан тыс жаңағы кейбір үдерістерді көп беріп қойған боламыз спикердің пікіріне. Кейде бір пікірдің басым болып кеткені ғой, яғни баланс сақталмаған. Ондай тұстар көп шындап келгенде. Енді әрине мен 6-7 жылдан кейін барып, информбюроға барып, мына мақаламды қайтадан өзгертейік деп айта алмаймын. Ол уже бұрын шықты, оның бағасы бұрын берілді, сол күйі қалды. Сондықтан бұл да қызық процесс, және кері қайтып, оған өзің рефлексия жасауда белгілі деңгейде пайдалы деп ойлаймын. Мысалы, мен осы студенттермен де, МНУ-де, информбюро жазған бір үлкен тергеу журналистикасындағы бір алаяқ туралы зерттеуімді студенттеріме беріп талдатқам. Сол кезде олар кәдімгі менің мақаламды белгілі деңгейде бір қателер тауып берген. Мен оны мойындаймын. Мысалға, қатеден қашпау керек деп ойлаймын. Шындап келгенде қатені жіберсең, оны егер сен әдейі жібермеген болсаң, ол кешірім жасауға болады деп ойлаймын. Этикада да, редакцияда да солай қарайды. Редакцияда журналист білмей қателік жіберсе, оған редакция кешіріммен қарайды, және жаңағы контентке дисклеймер беріп, мына жерде осылай қате кетті деп оқырманды да ескертеді. Және ол кәдімгі әдеткі процесс деп ойлаймын. Жақсы. Келесі сұрақ, бізде жақында кім келіп кеткен? Дархан Әбдік, Парасат Майданының жүргізушісі. Сол кісі бір қызық екі түрлі нәрсе туралы айтты. Жалпы адамда ойлау жүйесінің екі түрі болады дейді, шамамен айтқан кезде. Ол кісі айтты, біріншісі идеологиялық деді, екіншісі ғылым деді. Идеологиялық ол кісі дін, коммунизм,
тағы да басқа концепцияларды жатқызды, ал екіншісіне ғылым жатқызды. Екеуінің айырмашылығы ретінде бірі наным сенімге сенсе және идеяны адам құқығынан жоғары қояды десе, екіншісі ғылым нақты фактілерге сенеді және адам құқығы маңызды деді. Осы орайда менде сұрақ туындады. Менде сұрақ туындады деген кезде, маған бір досым айтты, сол бірге барған сол іс-шараның қатысушысы, қалай ойлайсың, Руслан, жалпы сонда журналист егер дінге сенсе, ол оны берік ұстанса, ол оның бейтарап болуына әсер етуі мүмкін бе деді. Себебі дін деген қайтсам болады, ол мынаны істеу керек немесе мынаны істемеу керек деген сияқты барлық өмірлік тақырыптарға әсері бар ғой. Осы орайда қалай ойлайсыз, адамның бір бағана айтып кеттік, бала кезден бір қалыптасқан принциптері бар, және оған діннің де әсері бар. Осы орайда ол бір сол тақырып туралы мысалы мақала жазған кезде оған міндетті түрде бір сол діннің әсері белгілі бір деңгейде әсер етуі мүмкін, Осы орайда қалай ойлайсыз, ол қаншалықты бейтарап болуы мүмкін, адам бөлек қарастыра ала ма? Бұл журналистикадағы ең күрделі мәселенің бірі. Жалпы жеке көзқарасы болады, әр азаматтың саяси көзқарасы болады, діни көзқарасы болады, діни сенімі болады, немесе бір идеологияға сенім болады. Мысалы, біреу консерватив көзқарас, біреу либералист көзқарас, біреу неолиберал болуы мүмкін. Мысалы, журналистер өте байқау абай болу керек осыған қатысты. Себебі белгілі бір деңгейде бұл көзқарастардың бәрі бейтараптық принципіне қайшы келеді, кедергі болады. Қайшы келмейді, кедергі болады. Сосын әрине мұның бәрін жаңағы діни көзқарасы болса журналист жұмысқа алмау керек дегенді құптамаймын негізі. Ол жаңағы дініне, көзқарасына, немесе жаңағы жынысына, басқасына жаңағы қарап кемсіту элементі болады. Қоғамда ондай кемсіту болмау керек. Бірақ сол көзқарасы бар екенін журналист ашық айта отырып, жұмыс барысында өзіне берілген тапсырмаларға егер өзінің көзқарасы кедергі болатын болса, соны редакцияға ашық айта отырып, сол алдағы жіберілуі мүмкін қателіктің, бейтарап болмай қалуының қателігін редакцияға ескертсе, мен мына зерттеу жазбай қояйын, бұны басқа әріптесіме тапсырыңыз, себебі маған кедергі болуы мүмкін дейсі. Тіпті ол нетворкингтің де проблемасы болуы мүмкін. Мысалы, кейбір журналистер жаңағы қоғамда көп азаматтармен араласады, саяси тұлғалармен араласады, шенеуніктермен араласады, кейбіреулермен этикадан тыс субординация сақтамай араласады, дос сияқты болып араласып кетеді. Вот сол кедергі болады. Мысалға, ертең сіз сол шенеуніктің басқарып отқан бір органы немесе институтын туралы бір үлкен зерттеу жазсаңыз, сіз ана достығыңыз қимай қалуыңыз мүмкін, бейсаналы түрде. Әрине, мен бейтарап боламын деп өзіңіз сендіруіңіз мүмкін. Сондай бір қауіпті көрсеңіз, мынаны мен зерттемей-ақ қояйын деп редакцияға ашық айтып, мынау менің танысым, мына жерде отырған кісі менің туысым деп ашық айтқан кезде ғана жұмыс бейтарап түрде жүзеге асады. Дінге де солай келуге болады. Діни тұрғыдан да сондай. Бірақ мына кісінің діни көзқарасы күшті екен деп жұмысқа алмай қоюға болмайды. Мысалға, діни үстемдік, діни көзқарас жоғары елдерде де жаңағы халықаралық журналистика стандарттарын сақтайтын медиа ресурстар бар. Мысалы, Аль-Жазираның өзі солай жұмыс істейді. Индонезияда Rappler деген медиа бар мысалға. Ол да өте жаңағы діни қоғам болса да, ол жерде сол стандарттарды қорғап жұмыс істеуге тырысады. Яғни барлығы ашықтық қамтамасыз ету керек, редакцияда да соны айту керек. Егер мына жерде мәселе туындайды ау деп сенсеңіз, онда міндетті түрде ескертіңіз, шара қолданамыз деген сияқты. Яғни кез келген конфликт интереса дейді ғой, қызығушылықтардың мүддесі болса, онда міндетті түрде редакторға ескерту керек және басқа адам мүдделер қайшылығын максимум қауіп жаңағы контентке қауіп төндірмейтіндей деңгейге түсіру керек. Саяси көзқарасқа да қатысты. Мысалға, ақш-та ол әсіресе өте жоғары. Кейбір журналистер демократиялық партияны қолдауы мүмкін, кейбір республикалық партияны қолдауы мүмкін. Кейбір сондай ситуацияларда олардың көзқарасы басымдыққа шығып кетеді. Мысалға, соны болдырмау үшін өздерін құрметтейтін үлкен медиа ресурстар кәдімгі этика стандарттарын жазған. Мысалы, Нью-Йорк Таймстың ешбір журналисті ешбір партияға мүше болмау керек.
Немесе ешбір саяси тұлғаның саяси кампаниясына қаржы бөлмеу керек, донат жасамау керек. Немесе оның бір компаниясына барып, қол көтеріп, қолдау жасамау керек. Оның барлығы журналистің көзқарасы қоғамдық мүддеде емес, бір жақты екенін білдіреді, және ол өзінің беделіне және редакцияның беделіне нұқсан келтіреді. Сондай талаптар бар, этика стандарттарын ол бостан босқа пайда болған жоқ, сол бейтарапты қамтамасыз ету үшін жасалған. Және ақш-та да көп кейстер бар, жаңағы журналистер бейтарапты танытпаған үшін, немесе солай әдейі ақпараттың қате шығуына жол берген үшін жұмыстан шеттетілген кездер болған. Нью-Йорк Таймста да ондай кейс көп болды, Wall Street Journal'да болды. Және ол ұдайы солай дамып отыратын процесс, сондай қателіктердің болатыны оны мойындау керек, және редакция ары қарай оны болдырмауға тағы да күш жасайды. Бірақ бәрібір енді ол үдеріс болғаннан кейін күнделікті кейде дедлайн қысады, кейде жылдан беру керек, кейде жеткілікті ақпарат болмайды, контекст түсініксіз болады, соның есебінен қателіктерге жол беріледі. Жақсы. Ал егер дисклеймер беріп көрсетсе, осындай қарама-қайшылық болуы мүмкін деген сияқты ескерту, ол жеткіліксіз бе әлде? Қандай мысалға кейсте? Егер бір тақырып болса, және ол тақырыпқа қатысты журналистің бір несі болса, оны ескертіп жазу, көрсетіп жазу деген сияқты, мақаланың басында деген сияқты. Типа осындай қарама-қайшылық болуы мүмкін, әлде ол дұрыс емес? Мысалы, мына мақаланы жазған журналистің мына институтта компанияға қатысып, негізі ондай оған мүмкіндікше жол бермеу керек. Журналистің конфликті болса, онда ол кісіге оны жазуға, зерттеуге мүмкіндік берілмейді. Оның аты да байлайында тұрмайды әдетте. А егер тергеліп жатқан немесе сондай бір үлкен шуға тап болған үлкен компанияның жаңағы редакцияның бұрын спонсоры болған болса, донат берген болуы мүмкін емес, қайырымдылық. Ондай кезде компания бұл шу туралы жазған кезде мақаланың ішінде кәдімгідей түсіндіру керек. Мысалға, Ford Foundation бар ақш-та, Ford қоры. Ол үнемі медиа институттарға көп қаражат береді. NPR болсын, ProPublica болсын, оларға миллиондаған қаржы құяды. Енді айталық, сол Fordтың бір ішінде бір дау туып, бүкіл ел соны талқылап жатқан кезде, сол туралы NPR бір зерттеу берсе, оның ішінде айту керек. Ескерте кетейік, Ford қоры NPR-ды да үдемелі түрде жыл сайын қаржыландырып келді. Мысалы, жылына орта есеппен $3 миллион бізге беріп отыр деген сияқты. Ол міндетті түрде, ол дисклеймер басында да тұрмайды. Ол мақаланың ішінде бөлік ретінде айтылу керек. Себебі NPR-ның оқырмандары NPR-дың өзінің мүдделер қайшылығы бар ма жоқ па оны білу керек. Яғни сол арқылы оқырман өзі шешім қабылдай алады ғой бұл жерде. Қаншалықты күдікпен қарасам болады, қаншалықты немесе сенсем болады. Ары қарай шешім қабылдау оқырманда. Жақсы, рахмет. Бана Аль-Джазира деп кеттіңіз. Менде келесі екі сұрағым Аль-Джазираның журналистінің зерттеуіне қатысты болып тұр. Бірінші зерттеуі ол менталды денсаулық бойынша. Осы қателеспесем 2025 жылы шықты. Біріншіден өзіңізге қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы менталды денсаулық, енді ол кісі зерттеуінде айтады, бірнеше журналистен сұхбат алған, бұл мәселе әлде андай проценттермен тұр, осынша 70%, 60% деген сияқты. Әлде бірақ медиада, редакцияда бұл тақырып табу екендігін айтылады, және әлде көп журналистер осы бір мәселемен кездесіп жататынын туралы айтады. Жеке өзіңіз туралы сұрақ, жалпы сондай бір материалдарды оқып жатқан кезде, немесе бір съемка кезінде ауыр енді әртүрлі тағдырлардың біз әртүрлі тағдырлар туралы оқимыз ғой. Солардың өмірін былайша айтқанда өзіміздің басымыздан кешіреміз. Сол кезде өзіңіздің бір күйіп кеткен кездеріңіз болды ма? Яғни бернаут дейді ғой. Сондай кездер болды ма? Және олдай ситуациялар болса, одан қалай шықтыңыз? Және жалпы әдетте стресспен қалай күресесіз? Және редакцияда бұл мәселе жалпы талқылана ма, азаттықта мысалы үшін талқыланбай ма деген сияқты? Өте актуал сұрақ деп ойлаймын, маңызды. Жалпы кез келген жалпы этика стандарттарын қатаң ұстанатын, қоғамдық қызмет деп білетін редакцияларда бұл мәселе бар деп ойлаймын. Жеке өзіме келсек, менде былай
дағдарысқа терең ұшыраған кез, қателеспесем, сол өзімнің мансабым ең басында болған. Азаттық емес, басында мен Массагет kz деген сайтта істедім. Сол кезде 1,5 жыл жұмыс істедім. Сол кезде менде үлкен burnout болды. Ол кезде мен университетте 3-ші курсты бітіріп жатқан кезде бастадым. Сөйтіп 4-ші курсты бітіріп, уже диплом алып жүрген кезде жұмыстан шықтым. Оған себеп жаңағы сөйдегі жұмыстың көлемі болды. Мысалға, Массагетте толық ставкада жұмыс істесең, күніне 6 мақала беруің керек. 6 мақала дегенің ол 2 A4 форматтағы 2 бетің шамамен 1 мақала. Сонда 12 бет таза контент беруің керек та бір күнде. Енді әрине ол кезде, ол жерде мен журналистпін деп айта алмаймын. Ол кезде мен контент менеджер болдым. Яғни интернеттегі орысша ағылшынша ресурстарды игере отырып, соның ішінен қазақ қоғамының пайдалы болады деген әртүрлі тақырыптардағы дүниелерді жинақтап, соны беретінбіз. Бірақ енді оған да уақыт кетеді ғой. Сол мұндай таза журналистік болмағаннан кейін, контент менеджер болғаннан кейін бізде сондай 6 мақала деген тапсырма болды. Соны мысалға біз қуып жете алмайтынбыз. Мысалға бір күн шаруаларыңмен жүріп қалсаң, 6 мақалаң қаржыға жазыла береді. Сөйтіп, редакция Массагет қазір түрленіп кетті ғой, қазір ол жерде бұрынғы команда жоқ шығар. Айта берейін, ол жерде кәдімгідей жиналып қалатын қарыздарымыз. 2-3 айда біздің жоба менеджеріміз айтатын, сенде 60 мың символ қарыз, сенде 100 мың символ қарыз. Сол символды құтылуға тырысатынбыз. Сенбі күні барамыз редакцияға, автобуста кетіп бара жатсаң да, театрда отырсаң да, ұйықтайын деп отырсаң да, контентті ойлап отырасың да, не жазсам екен ертең деген сияқты да. Сол 1,5 жылда менде burnout қалып келді. Мен жұмыстан кететін кезде ешқайда қарамай шығып кеттім, шынымды айтсам. Басқа жұмыс тауып барып ауысқан жоқпын. Просто жаңағы кету керек дедім да, сөйтіп жаңағы соңғы демалыс күндерімді алдым да, жұмыстан шығып кеттім. Соны 1-2 ай демалып, басқа сайтқа жұмыс істегем. Енді Массагетті былай қатты жамандай бермеймін, жерде көп нәрсе үйрендім. Соған жараса жалақысы да жақсы болды, негізі. Оны мойындау керек. Мен студент болып жүріп, кәдімгідей өте жақсы ақша табатын. Содан сол burnout-тан өттім. Тіпті мен сол кезде ойладым, мүмкін журналистикаға мүлде келмеймін енді. Журналистикаға бармайым, басқа салаға кетуім керек. Аудармашы боламын ба, ағылшын тілі бойынша оқыдым ғой мен. Содан мектепке барып педагог боламын ба деп ойладым. Немесе бірден жаңағы шетелге кетіп, бір басқа саламен кетем ба деп магистратураны ойлап жүрдім. Сөйтіп жүріп, әйтеуір қолымнан келетін медиа болғаннан кейін қайта медиаға келдік. Әртүрлі салада әртүрлі редакцияда істеп, кейін принципім сол қоғамдық қызмет деген дүние қалыптаса бастады. Мысалы 2015-тері мен қоғамдық қызмет деген дүниені шын мәнінде түсінген жоқпын. Журналистиканың негізгі терең сондай миссиясы бар екенін мүлде түсінбеген адамда шындап келгенде. Кейін қалыптасты ол. Одан бері менде ондай үлкен дағдарыс болған жоқ. Этика принциптері күшейген сайын сенің жаңағы ондай дағдарысқа ұшырауың азая береді деп ойлаймын. Жеке басым мысалға қазір мысалға басқа редакциялармен салыстырғанда мен қазіргі азаттықтағы жұмысым ең стресс жоғары жұмыс деп айтуға болады. Күнделікті әртүрлі ақпараттар жинаған кезде, әртүрлі адамдармен конфронтацияға ұшырайсың, түрлі ақпараттар жинайсың. Солар белгілі деңгейде стресс болады. Сосын білесіздер ғой, азаттық бәрібір сыни мақалалар жазғаннан кейін бізбен адамдар қарым-қатынасқа келгісі келмейді. Хабарласып азаттық радиосынан десең, үндемей қойып қоя салады, немесе сіздерге бере алмаймын комментарий дейді мысалға. Сондай кездерде сіз ақпарат жинауыңыз 2 есе қиын болады да. Ол да сізге салмақ түсіреді. Мысалы, бәрібір дедлайн өзгермейді ғой, редакциямен ақылдасқан жобаны жүзеге асыру керек. Бірақ менде ондай азаттықта ондай бір эмоциональный бір стресске ұшырау әзірге шүкір болған жоқ. Үнемі бақылауда ұстап отырсам,
жұмыстан келгеннен кейін әбден шаршаймын. Үйге барған кезде мысалға мен шынап келгенде отбасына бір аса бір уақыт бөлетіндей мүмкіндігім қалмай қалып барады. Сосын мен жұмыстан 5-6-да қайтып кету деген мысалға менде жоқ. Шынап келгенде 7-8-ге дейін кейде үйде бала-шағам ұйықтап қалған кезде барамын мысалға. Сондай күндер болады. Таңертең тұрып қайттан сол жаңалықтар қарайсың, контент қарайсың. Сондай қарбалас өмір. Мысалы мен информбюромен салыстырғанда, информбюрода мен терең лонг мақалалар жаздым. Ол кәдімгідей бізге еркіндік берілетін, ондай стресс болмайтын. Мүмкін ол кезде біз жеңіл тақырыптар іздейтінбіз бе? Менің сол кезде журналист квалификациям қазірмен салыстырғанда төмен болды ғой. Бәрібір, бірақ енді редакцияда біз талқылаймыз, әріптестеріміз кейбіреулер қиналып жүргенін байқаймыз, оларға да енді арасында көмектесуге тырысамыз. Редакцияда да белгілі деңгейде ондай қолдау бар шығар деп ойлаймын, бірақ мен өзім жеке басым іздеп ондай істеген жоқпын. Бірақ кей әріптестердің солай қиналған кездерін байқаймын. Жеке дара сөйлескенде түсінеміз. Ол болады және ол актуалды проблема деп ойлаймын. Кез келген редакцияда бар деп ойлаймын. Айтып кеттіңіз ғой, Азат этика стандарттарын жоғары стандарттарды қоямыз деп. Негізі неғұрлым жоғары болған сайын соғұрлым андай айтсам болады, контентті қайтадан тексеру, енді бәрібір өзіңіздің белгілі бір репутацияңыз бар, материал шығайын деп жатыр, бәрі андай қате кетіп қалған жоқ па, бәрі дұрыс па деген сияқты қайтадан осы нәрсені қарау бәрі әсер етеді ғой негізі. Әрине, мысалға сен журналист ретінде бір зерттеу жаздың, мысалға да, оны редактор тексереді. Редактор тексерген кезде, редактор бәрібір кейбір фактологияны журналист сияқты білмейді. Қосымша тексеру мүмкін енді. Бірақ кейбір дүниелерді үстінен өтеді, себебі оны тек журналист қана терең зерттеді ғой. Сондықтан бәрібір жауапкершілік айналып кеткен журналистке тиеді да, соны жібермеу үшін мен мысалға 2-3 рет тексеруге тырысамын. 2-3 рет әртүрлі сайтқа сілтеп анықтауға тырысамын. Кейде жіберіп алатын қателеріміз болады, фактологиялық мысалға, соларды қайталамауға тырысамыз. Ол қате кетсе, оны бірден жөндеуге тырысамыз, редакцияға айтып. Немесе мысалға қатені көріп қалып, оны кейін мен үндемей ақ қойсайын, ешкім байқамады ғой деу де дұрыс емес. Мысалы, оны редакторға ашық айтып, дисклеймер қойып, өзгерту керек деп ойлаймын. Себебі ол оқырманды шатастырмау керек. Ал редакцияда демек арнайы бір не жоқ, көмектер қарастырылған ба? Қандай? Психологтарға осынша сағаттар деген сияқты, немесе білмеймін, тимбилдингтар деген сияқты, осындай штаб кішкене жұмыстан бөлек, біздің расымен жұмысымыз 24-те жеті ғой, жаңалықтарды бақылап отыру, барлық қандай саяси, барлық оқиғаларды қарап отыру деген сияқты. Тимбилдингтар болуы мүмкін, психологтарға арнайы доступ болуы мүмкін, осы нәрселер қарастырылды. Бізде дәл мысалға әртүрлі жиындарда Азаттықтың корпорацияның ішінде ондай арнайы психолог бар дегенді естімегенмін, шынымды айтсам. Бірақ мүмкін бар да шығар. Мен өзім қызық іздемегеннен кейін мүмкін білмейтін шығармын. Ол жағын енді анық айта алмаймын. Бірақ енді былай бізде әрине тимбилдингтар болады, өте жиі болмаса да арасында болады. Арасында өз әріптестеріміз бір-бірімізді қуантып жиналып отырамыз, әртүрлі мерейтойларға, туған күндерге бас қосамыз, әйтеуір бірігіп сондай бір қауымдастық ретінде жұмыс істеуге тырысамыз шындап келгенде. Ол өте маңызды, себебі фрилансер болып істеудің бір қиындығы түрлі кезеңдерде бүкіл жауапкершілік өзінде алып қоя береді. Ал сен бір редакцияда, үлкен редакцияда жұмыс істеген бір пайдасы, мысалға саған керек дүниелердің көбісі жерде табылады. Мысалға бізге жылдан біреудің байланыс нөмірі керек болып жатса, оны әріптестерімізден тауып аламыз. Немесе жаңағы архив материалдар. Архив материалдар бар. Сосын бір оқиғаны сен өзің түсінбей тұрсаң, бірақ оқиғаны бұрын басқа әріптесің жазған болса, соған барып сұрап аламыз. Мынаны жазған едіңіз ғой сіз, осы қалай болды, контекстін түсініп алуға да. Ол жылдам әрекет етуге, сондай қоғамдық, кәсіби орта жақсы пайдалы деп ойлаймын. Біздің мысалға өмірлерде әріптес фрилансерлеріміз болды, олар мысалға
жалғыз өзі әрекет етеді. Олардың жұмысы бізге қарағанда әлдеқайда қиындау деп ойлаймын, себебі оларда сондай ортақ комьюнити жоқ, шындап келгенде. Сол жалпы одан басқа енді әрине бізде медсақтандыру бөлек төленеді компанияда. Егер бізге бір психологиялық басқа бір көмек болса, әрине журналистер өздері барып сол сақтандыру арқылы кәдеге жарата алады деп ойлаймын. Жақсы. Ал жеке мысалы үшін айтады ғой, ақпарат гигиена дейді, немесе стresспен күресу дейді. Әркімде әртүрлі хобби бар. Біреу кітап оқиды, біреу Netflix көреді, басқасы спортзалға барады деген сияқты. Өзіңіз жалпы стресспен қалай күресесіз? Немесе ақпараттық гигиена осы уақыттан кейін жаңалық қарамаймын, телефон өшіріп тастаймын деген сияқты бір өзіңіздің бір ережелеріңіз, ұстанымдарыңыз бар ма? Менде ондай ереже жоқ екен. Шындап келгенде күні-түні ақпарат қарай беремін. Таңертең ерте тұра салып, мысалы PBS News Hour тыңдаймын 1 сағат бойы. Таңертең тұрсам, ол ақшта түнгі уақыт қой. Сол күні кешке шыққан PBS жаңалық сағаты да 1 сағат бойы әлемде ақшта болған оқиғаларды бейтарап береді. Мен соны міндетті түрде тыңдаймын. Мүмкіндік болса Daily подкастын тыңдаймын, New York Times'тың. Ол жаңағы үйде тамақ таңғы ас істеп отырсам да, басқа бір шаруамен айналысып отырсам да, көлікте кетіп бара жатсам да, сол үнемі құлағымда наушник тұрады. Үнемі сол жаңалықты солай аудио арқылы, визуал арқылы алуға тырысып отырамын. Бұл сон менің әдетке айналып кеткен, яғни менде ақпаратты қабылдаудың бір сондай уақыт фреймі жоқ, түнгі 10-нан кейін деген сияқты. Түнде де кейде жаңалықтарды оқып отырамын. Бірақ кешке уже санаға кірмей жатады, сол кезде біз ерте ұйықтап, ерте тұру әдетке айналды. Қазір мысалы менде 5:30-6-да тұрып кетемін де, үйде компьютерімді қосып қойып, жаңа New York Times'ның Wall Street Journal'дың басты беттерін бір шолып шығамын, қандай қызық мақала бар екен. Оның ішінен 1-2 қызық мақала тапсам, соны оқимын. Жалпы былай өзім белгілі бір деңгейде стресс болып тұрған кезде маған сол бәрі оқыған ұнайды. Сол New York Times'тың Great Read деген колонкасы бар. Ол жерде New York Times'тағы ең үздік мақалаларды күніне бір мақала шығарып отырады. Сол категорияда. Оның жалпы оны құру себебін өткенде бір оқып қалдым. Оның редакторы бар екен, ол былай істейді екен. New York Times'та күніне тәулігіне 150, шамамен 150 мақала шығады. Олар сол 150-дің ішінен ең үздігін таңдап алады екен де, жаңа Great Read'тің редактор. Соны жаңа категориямен шығарады екен. Арнайы назар аударту үшін. Иә. Сонда ол ойлайын, New York Times'тың ішіндегі ең үздік мақала шығатын категорияда. Сол жағына ұнайды маған. Бұл жерде сторителлинг нарративі енді күрделі, керемет ұйымдастырылады. Өте күрделі тақырыпты былай 15 бет болса да мақалада әдемі бір нарративке енгізіп береді. Сен оқып бара жатқан кезде мына қашан бітеді деген ойың болмайды. Жалғастырып кете берсем деген ойың болады да. Сосын оны аудиоға да аудио нұсқасын да салып қояды. Маған сол ұнайды. Қазір оқуға еніп жатырмыз ба, әлде мен көзімді жүгірткеннен уже шаршаймын ба, аудиосын тыңдаймын да, мәтінді бүйтіп қарап отырамын. Кейбір жерін түсінбей қалсам, аудионы тоқтатып, ары қарай тыңдай беремін мысалға. Сол үдеріспен мен мысалға 30 минуттық мақаланы сол тезірек оқуға тырысам да, уақытын үнемдеуге тырысам. Сол Джон Роллстың әділдік деген кітабы мен сол қазір айналамда күн тәртібінен бері шығарып, ары қарай бір неге философияға алып кетіп қалады. Сондай еңбектерді көбірек оқығым келеді. Ал жаңағы New York Times'тағы Great Read деген ол жерден сторителлинг нарративіне емес, және қарапайым бір оқиғаны қалай бір нарративке салуды үйренесің да. Және маған өте алыс болған бір салалардағы бір оқиғаларды жеткізген кезде маған сол бір қызығушылық оянады. Мен өзім мысалға қызықпайтын салам жоқ деп айтсам тым артық болып кететін шығар, бірақ мен көп салаға қызығушылықпен қарауға тырысам. Тіпті жаратылыстану ғылымындағы кейбір деректерді жаңағы гуманитарлық элементтермен игергім келеді. Мысалға Митью Какудың жаңағы кімнің Эйнштейннің теориясын қалай ары қарай зерттегені туралы
бір кітабы бар. Соның өзін жаңағы Какудың жаңағы нарративіменен оқып шықсаң, әрине оны сен бәрібір Эйнштейн сияқты, немесе бір физик теоретик сияқты үйрене алмайсың, бірақ белгілі бір деңгейде сол теория туралы көзқарасын сен гуманитар ретінде көзқарасын қалыптасады да. Жеңіл түсіндіре ма? Иә. Сондай дүниелер мені алыстап алып кетеді. Кейде фильмдер қараймын, фильмдерде болғанда сол ғылыми фантастикалық бағыттағы фильмдер. Олды да сол жаңа өзім ұнатқан кісілердің кітабы негізінде жазылса, ол керемет. Мысалға Айзек Азимов деген ғылыми фантастика саласында ғалым бар, жазушы бар. Соның жаңағы основание Foundation деген трилогиясы. Соның негізінде керемет фильм түсіріліп жатыр қазір. Қазір 3 сезон шықты. 8 сезоннан тұратын үлкен еңбек болады деп жатыр. Соны жылда 1 сезон шығады. Мысалы, соны мен қуып жетіп аламын. Үнемі. 3 сезон осы жазда шықты, мен оның бәрін көріп шықтым. Енді 4 сезон күтіп жүрмін мысалға. Солай ғылыми фантастиканы да жаңағы ғылыми фантастиканың пайдасы не дейді ғой, мысалы балаларға не үшін Жюль Вернді оқыту керек дегенде айтады ғой, ол жаңағы баланың фантазиясын ары қарай мүмкіндігінің шегі жоқ екенін үйретеді дейді ғой. Ол тек бала кезде деп ойламаймын, ол адам ұлғайған кезде де мүмкіндігінің шегінің жоқ екенін қайта есіне салатын сол ғылыми фантастика еңбектер деп ойлаймын. Сондықтан маған сол ұнайды. Бала кезімде мысалы мен Жюль Верннің көп кітабын оқыдым. Одан бұрын біз ана Николай Носовтың Незнайка туралы еңбектерін оқыдық. Мысалға сол маған сол жетелеп алып келіп, мен Айзек Азимовке алып келді деп ойлаймын. Қазір мен сол Айзек Азимовтың да еңбектерін кітабына қолым жетпесе, аудиосын тыңдаймын. Аудиосына қолым жетпесе, жаңағы оның негізінде жазып түсірілген фильмдерін қарап отырсам, әйтеуір сөйтіп жаңағы стресс болса, содан шығуға тырысамын. Жақсы, көп рахмет. Жауап алдым деген ойдамын. Келесі сұраққа көшсек, өзіңіздің зерттеп жүрген тақырыбыңыз пропаганда жайлы. Менде тек осы тақырып бойынша бір ғана сұрақ болды. Ол қандай сұрақ? Қазір ол сұраққа қоймас бұрын кішігірім контекст беріп кетсем, сол бағана айтып кеткендей Фараз Канеди есімді Аль-Жазираның журналисті, ол кісінің бір постын көріп қалдым негедейінде, және ол сол тақырып жайында арнайы зерттеу бар екен. Ол зерттеуде жалпы сол Израиль мен Палестина арасындағы соғыста жалпы медиа каверидж дейді ғой, ақпаратты медиа қалай таратқан жөнінде контент анализ жасапты. Қызық болып көрінді. Бірақ менде осы кезде сұрақ туындап отыр. Ол жерде ол кісі BBC, CNN, New York Times'ты басқа медиаларда бірнеше рет бір жақты ақпарат таратқан деп сынаған. Осы бойынша менде сұрақ қойып тұр. Егер біз соғыс тақырыбында әрбір тараптың тек қана батыстық ғана емес, Израильдің да сымилары сынаған. Егер біз әрбір медиада әрбір елдің өзінің жасырын мотиві бар десек, біз сонда кімге сенуіміз керек деген менде сұрақ болып тұр. Яғни біз беделді бақтың өзі, BBC, New York Times'тың өзі бізге бір жасырын өздерінің бір мотивтеріне байланысты ақпаратты бұрмалап немесе жұмсартып дейді ғой, жарылысты, хлопокты мысалы айтады ғой. Хлопок дегенде бір жұмсақ версиясы немесе әскери операция мен соғыс деген сияқты жұмсартып көрсету арқылы осы ақпаратты бұрмаласа, біз сонда кімге сенеміз, ақпаратты қалай тексереміз деген менде сұрақ қойып тұр. Осы жайлы не ойлайсыз? Зерттеуші ретінде. Бұл өте күрделі процесс. Жалпы мынандай бір мәселе бар. Егер оқиға болып жатқан территорияда редакцияның өзі ішінде жұмыс істемесе, ол шындықты іздеу қиын бола береді, шындап келгенде. Мысалға, Палестинаны өзін алсақ, Палестинада жаңағы соғыс болып жатыр. Бірақ Нью-Йоркте отырған New York Times'ның журналистері, олар қаншалықты таяу шығысты көп зерттеген ғалымдар болса да, кейде оның ішіндегі контекстті терең біле алмауы мүмкін. Соның кесірінен олар жаңағы қате түсінеді. Немесе белгілі бір деңгейде жаңағы редакцияның кейбір ұстанымдары болуы мүмкін. Мысалы, сол Палестинаның өзінде жаңа өзің айтқандай ол байқалды. Мысалға 23 жылы басталды ғой, қазанның 7-сі күні Хамас басып кіргеннен кейін Израиль full scale соғысын бастады. Сол кезде
2024 жылдың наурызына дейін үлкен дербес батыстағы медиа ресурстардың барлығы немқұрайлы қарады Палестинадағы соғысқа. Жаңағы Палестинадағы Хамас денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше деп хабарлаған кезде бұл Хамастың билігінің дерегі де бұған күдікпен қарады. Мысалы, осынша мың адам өлді, қазір 60 мыңнан асып кетті ғой. Сол деректерге басында андай сілтеуге құлық танытпады. Себебі соғысып жатқан екінші тарап ол Хамас, олардың билігінің ақпараты қаншалықты рас деген сияқты да, мысалы Нью-Йорк Таймстың өзі. Сосын Израиль бәрібір ақш-қа, Еуропа елдеріне жақын, олармен тығыз байланыстағы ел, саяси тұрғыдан. Сол тұрғыдан мысалға редакцияға да оның ықпалы болады деп ойлаймын. Сосын олардың тұрақты өздерінің журналист болмағаннан кейін контексттен қателеседі. Мұның барлығы, бұл факторлардың барын егеріп қарасаң, сол батыс елдерінің көп жағдайда басында қателескенін көруге болады. Ол бетбұрыс наурыз айында өзгерді, 24 жыл наурызда. Ол қалай өзгерді? Жалпы бұл әлеуметтік желінің арқасы болды. Және сол іштен ақпарат таратқан Al Jazeera сияқты, немесе жаңағы Middle East Eye және Arab World деген телеарналар бар. Солардың ағылшын тілді редакцияларының таратқан ақпараттарының арқасында Палестинадағы жағдай шын мәнінде көзделірек екенін түсіндірді. Әлеуметтік желінің пайдасы, ол мысалы кез келген адамның, Палестинадағы азаматтың қолында телефон бар, оқиғаны дер кезінде түсіреді, қалай атқылаған, қалай бомба түскені, адамдардың қалай жараланғаны, барлығын шынайы көріп таратып отқаннан кейін, оны ешқандай бұрмалау, немесе бір фотошоп, немесе AI деп қарай алмайды, бәрібір оны тексергеннен кейін. Соның амал жоқ, уже батыс елдерінің реакциясының назары тереңірек қажет екенін түсінді. Мысалы, мен мынандай жағдайды айтайын. Оқиға тарататын мемлекеттің ішінде журналист, өзінің журналисті немесе редакция бюросы болмауының бір қателігі. Мысалға 2017 жыл мен Нью-Йоркта жүрдім. Сол кезде бір Өзбекстан азаматы террористік шабуыл жасады. Оны террористік шабуыл деп бекітті, себебі ол әдейі жолдың шетінде велосипед кетіп бара жатқан адамдар соғып, солар шабуыл жасап өлтірді. 8 шақты адам өлді. Оны кейін полиция жаралап ауруханаға жеткізді. Ол сосын жаңағы террористік ұйым деп танылған ИГИЛдің туын сұрады, сөйледі, соның өкілі екенін көрсетті. Сол кезде, ол жұма күні түстен кейін болған оқиға, ақш-та Wall Street Journal, New York Times сияқты газеттер күніне, жұмыс күндері 5 күн шығады таңертең. Сосын сенбі жексенбіге арналған Weekend Edition деген болады. Ол сенбі күн таңертең шығады. Ол үлкенірек болады, және оның жаңағы тақырып ауқымдары көбіне энтертейментке бағытталады. Бірақ оқиға жұма күні кешке болғаннан кейін, сол оқиғаны сенбінің негізгі тақырыбын айналады газеттегі. Мысалға мен сенбі күні мен сол оқиғаның орнына бардым, сол кезде қарадым, біз былай алып тастаған жаңағы азаматтың күдіктінің көлігі тұрды, сол жерде жаңағы тергеу жүріп жатты. Сосын ертесі күні Wall Street Journal мақала жаңағы газетін сатып алып оқығанда мен көрдім, ол жерде террористік қауіп орталық Азиядан күшейіп келеді деген тақырыппен мақала шықты. Сосын мен бірден көзім шалды, біз Қазақстанда орталық Азияның өкілі неге мұндай контекстте берді екен деп. Сосын мақаланы оқып шыққан едім, мақаланың ішінде Қазақстан аты бірде-бір рет айтылмаған. Өзбекстаннан шыққан бір-екі сондай күдіктілердің Европада сондай шабуылдар жасаған, қастандық жасаған айтылады. Бір қырғыз азаматын айтады, қателеспесем Швецияда ғой деймін. Тәжікстаннан тағы бір кейстер болады. Болды, Түркменстан аты да айтылмады ғой деймін. Бірақ тақырыпта орталық Азия деп тұр, және орталық Азиядан қауіп күшейіп келеді деп айтып отыр. Демек, бізді регион ретінде қарап отыр, және регионның ықпалын солай күшейтіп айтып отыр. Бірақ жаңағы мынау өзбек азаматы, негізі Өзбекстанның азаматы екен, грин картамен жүрген ақш-та күдікті. Ол 2017-те болған болса оқиға, ол 2007-де грин картамен ақш-қа барған. Сонда ол кейінгі 10 жылы ақш-та өткен.
оның радикалдануына оның ақшта жүрген кезіндегі әсер еткен шығар. Өзбекстандағы емес мысалға да ондай контекст жоқ мақалада. Яғни журналист орталық Азиядан төнген қауіп деп жазудан бұрын оның туған жері Өзбекстан екенін емес, кейінгі 10 жылда ақшта жүргені, қай жерде жүргені, қалай оның радикалданғаны, соған мән беру керек еді. Гәп қалып қойған. Сол гәп қалып қойды да, олар бұл Өзбекстаннан екен, ол Muslim majority country, ар жағында Ауғанстанмен шектесіп тұр, яғни радикалдану қаупі жоғары дейді мысалы. Ол аргумент бола алмайды. Ол кәдімгідей регионды танымайтын осы журналдың бірде-бір тілшісі жоқ, мысалы орталық Азияда. Өңірді олар танымайтын білдіреді да. Ол білмей қателесіп жазды деп ойлаймын. Себебі осы журнал популизмге жол бермейді, қателесті деп ойлаймын. Сол қателесудің бір себебі өңірде олардың бюросы жоқ, өңірді танитын журналисті жоқ. Палестинада тура сондай жағдай, Украинада тура сондай жағдай. Яғни оған жол бермеудің ең негізгі жолы сол контекстті білу үшін іште адам болу керек. Мысалға, Уолтер Липман пропаганданың атасы, соның теориясын арғай дамытқан кісі деп Уолтер Липман деген журналист айтады 1920 жылы. Соның 1921 жылы жазылған жаңағы Public Opinion деген кітабы бар. Сол кітапта ол Нью-Йорк Таймс қатты сынайды. Қатты сынаудағы себебі 1917 жылы Нью-Йорк жаңағы Ресей империясында төңкеріс болды ғой. Большевиктердің билікке келуіне қатысты көп мақалалар жазған. Сол кезде контексттің аздығынан жаңағы бұрмаланғаны, большевиктердің идеясын күшейтіп бергені, сондай элементтерін көп байқайды. Одан кейінгі зерттеулермен жаңағы Уолтер Липман салыстыру арқылы олардың қателерін көп табады, солай мынау жалпы blind пропаганда деп түсіндіреді да, яғни олардың Мәскеуде жүрген қателеспесем Петербургта бір журналисті болады, Нью-Йорк Таймстың, сол арқылы ақпарат алып отырады телеграфпен. Телеграфпен сен көп ақпарат бере алмайсың, контекст бере алмайсың, әйтеуір жетіп отырған ақпаратты солай басты бетке шығару арқылы Нью-Йорк Таймс мұхиттың ар жағындағы революцияның қалай дамып жатқанын бердік деп сенді де, бірақ шын мәнінде фактологиялық тұрғыдан жаңағы нарративті беру тұрғысынан, оқиғаны түсіндіру тұрғысынан Нью-Йорк Таймс көп қателеседі. Қателессең, ол мисинформация болады, ол екінші жағынан пропагандаға да жетелейді. Мысалға, кейінгі бір оқиға бар, 1980 жылдары Нью-Йорк Таймстың Мәскеу бюросында жұмыс істеген бір журналист, кейін зейнетке шыққан кезде бір биографиясында жазады, біз Мичиганда оқыған кезде соны талқыладық. Ол айтады, Ресейдегі цензура соншалықты күрделі дейді, біз жерде аккредитациялап жұмыс істейміз, аккредитацияның бір талабы бар дейді. Біз Ресей территориясында жүріп жазған мақаламызды бірінші жаңағы коммунистік партияның комитетіне жібереміз дейді. Олар оны ашып тексереді, мақаламызды, кейбір жерлерін сызып тастай ма, оларды өткізбейді дейді. Яғни цензурадан өтетін болып тұр да, Нью-Йорк Таймстың мақаласының өзі коммунист партияның цензурасына өтеді. Сен егер өткеніне келіспей сызған жерінде ертең Нью-Йорк Таймсты беріп қойсаң, онда мына жақта коммунистік партия жаңағы журналистің аккредитациясын айып тастайды да, елден шығарып жібереді. Нью-Йорк Таймс сондай компромиске келген, яғни бізге тілші болғаны керек, Мәскеуде о жақта оқиғаларды беріп отыру керек, сол үшін біз осы цензураның компромисіне келек дейді. Мен оны мүлде құптамаймын. Компромиске келу, ол сол этикалық көзқарасты, этикалық құндылықтарды төмендету деген сөз ғой. Нью-Йорк Таймс сол оқырмандарына Ресейде болып жатқан оқиғаны ішінен береміз деген сияқты контекстпен ақтап алуға тырысады. Журналист айтады, мен де оны құптамадым дейді, бірақ осындай процесс болды дейді мысалға. Ол белгілі бір деңгейде коммунистік КСРО-дағы оқиғалардың Америка оқырмандарына дұрыс жеткізілмеуіне алып келеді мысалға. Нью-Йорк Таймстың миллиондаған оқырманы бар, ол үлкен жауапкершілік. Ол жерде ешқандай компромиске келіспеу керек. Әрине шығып кетеді елден.
бірақ ол соған тұрарлық деп ойлаймын. Себебі этика мен публицистиканы салыстырған кезде этика бәрібір алға шығу керек деп ойлаймын. Адамдарда жалған не пайда болуы мүмкін ғой содан кейін. Байс дейді ғой. Мысалға, қандай да оқиға болған. 1929 жылдары ақш-та дағдарыс болды. Сол кезде Ресейдің жалпы КСРО-ның ақш-қа пропагандасы күшейді. Міне капиталистік қоғам құлады, олар тұрақсыз екенін тағы бір өзін дәлелдеді. Кезінде жаңағы Карл Маркстың өзі айтып кеткен, жаңағы капитализммен күресудің қажет жоқ, ол өзі бір шарықтау шегіне жетеді деп құлайды. Сол кезде адамдардың бәрі коммунизмге бет бұрады деп айтқан мысалы Карл Маркс. Сол кезде дәл сол нарративті күшейтіп береді КСРО. Сөйтіп ақш-тың ішінде коммунизмге сенетін, соны құптайтын азаматтар коалициясы пайда болады. Сөйтіп 31 жылдары КСРО Петербургтен Нью-Йоркке қарай тікелей қатынайтын кеме жібереді. Ол кеме кәдімгідей аптасына бір рет па кетіп отырады. Соған ерікті түрде Американ азаматтары Ресейге барып, өндірістік орындарда жұмыс істейміз, коммунистік ортада өмір сүремін дегендер қаласа, отбасымен кемеге отыра алады, Петербургқа келеді, КСРО азаматтығынан да бас тартып КСРО азаматы бола алады деген сондай болған. Сондай қарым-қатынас болған да, мысалы, соның барлығы пропаганданың арқасында адамдардың сеніп қалып өтіп кеткенін көрсетеді. Яғни сондықтан журналистердің жауапкершілігі өте жоғары. Қанша адамның өміріне ықпал ететін, қанша адамның өмірін сақтап қалуға ықпал ететін жұмыс деп сенемін да. Сондықтан этиканы кез келген жағдайда этиканы бірінші жоғары қою керек, қоғамдық мүддені. Компромиске келу, басқа жаңағы редакцияның басқа бір мүдделерін қорғау үшін этиканы қысу, оның барлығы негізі жақсылыққа алып келмейді. Жақсы. Яғни пропаганданы жалпы осындай соғыс сияқты мәселелер туралы, оқиғалар туралы жаңалықты оқыған кезде біріншіден жалғыз шешім сыни ойлау, әртүрлі нелерді, еректі көздерді қарап, салыстырып, сыни ойлау, ешкімге сенбеу, беделіне байланысты күдікпен қарау. Және өзіңіз айтып кеткендей, редакцияның сол жерде жергілікті журналисті өкілі болуы, және ол жақта бірнеше жыл болуы өте маңызды. Мысалға, Израильдің әскері кейінгі кездері кәдімгідей Палестинаның ішінде жүріп ақпарат тарататын журналистер таргеттей бастады. Нақты мысалға кәдімгідей олар әлеуметтік желілерден қарайды ғой, қай жерден кім тікелей эфирде шығады. Соның геолокациясын анықтап, шабуылдаған кездер болды. Өткенде Рейтерстің, Associated Press'тің журналистерінің солай түсіріп жатқан, ғимараттың үстінде түсіріп жатқан жеріне екі рет жаңағы зымыран түсіп, сөйде бірнеше журналист өліп қалғаны туралы ақпарат тарады. Оны әрине Израиль үкіметі бұл абайсызда болған оқиға деп ақталуға тырысты, бірақ оны жаңағы New York Times'тың бір зерттеу шықты, Visual Investigations, әдейі атқылаған, яғни бір точкаға екі рет атқаны дәлелденді мысалға да. Оны таргеттеудің себебі де сол. Себебі жергілікті ортада журналистер ақпаратты шынайы таратады, оны бұрмалау немесе оны кейін жоққа шығару қиын да. Яғни Израиль өзінің сол әскери қателіктерін жасап жатқан басқыншылық әрекеттеріне сол журналистердің белгілі деңгейде қиындық тудырып жатқаны үшін солай жасаған шығар деп ойлаймын. Әрине оны олар жоққа шығарып отыр, бірақ белгілі деңгейде ол таргет күшейді. Қазір нақты есімде жоқ, бірақ өте көп журналист осы Палестина соғысында өлді. Украинамен салыстырғанда да ол жақта көбірек адам, көбірек медиа қызметкер өлді негізі. Жақсы. Олай болса, жалпы подкастты қорытындылау үшін соңғы сұрағым, одан кейін біртіндеп қорытындылай берсек болатын сияқты. Сұрақ өзіңізге байланысты, жалпы қазіргі таңда өкінішке қарай Қазақстанның контекстін алып қарасақ, жаңалықтардан өзіңізді көресіз, әртүрлі журналистерге қатысты қудалау дейді, цензура дейді. Біз білмейміз кім жасап жатқанын, нақты ол туралы дерегі жоқ, бірақ та әлеуметтік желілердің блокировка жасап жатқан кейстарды көріп жатырмыз. Асхат Ниязовқа қатысты, Лұқпақ Ахмедияровқа қатысты, бірнеше рет Гиперборей каналына қатысты. Осындай бірнеше рет және орда
жалпы орда редакциясына қатысты сондай бір осындай жағдайлар болып жатыр. Жалпы осы орайда жалпы цензура күшейген сайын өзіңізде жалпы неге осы мамандықты таңдадым, немесе алдағы уақытта жұмысым қалай болады екен деген сияқты ішкі үрей бола ма? Және өзіңізде бір жалпы өзіңізде және журналистте план Б, план С болу керек деп ойлайсыз ба? Енді мен мамандығыма қатысты ойланған кезім болмаған. Кейінгі 3-4 жылда мысалға мен неге журналистқа келдім деп нақты ойланған емес мысалға. Себебі мұндай қиындықтар бар екенін оқып үйрендік, түсіндік. Қысымның неше түрлісі болатынын, манипуляция болатынын, немесе жаңағы редакцияның жұмысын жүргізбеуге тырысатын кездер болатын. Оның бәрін көргеннен кейін оған біз уже көзіміз, етіміз үйреніп кетті деуге болады. Бірақ әрине кейінгі кездері күшейді. Мен кеше ғана осы вице-министрден, ақпарат және мәдениет вице-министрі Евгений Кучетов деген кісі бар. Сол кісіден мәжілісте осыған қатысты пікір сұрадым. Ол кісі айтады, біз енді заң шеңберінде, онлайн платформалар туралы заң шеңберінде жұмыс істейміз. Бізге әртүрлі азаматтарға, аккаунттарға қатысты арыз түседі. Ол арызды біз үлкен Мета сияқты, TikTok сияқты үлкен компаниялармен бірігіп, сол мәселені шешуге тырысамыз дейді. Ол жерде саяси астар жоқ деп түсіндірді. Енді ол әрине биліктің өкілі болғаннан кейін сөйтіп айту керек. Бірақ енді құқық қорғаушылар бар, жалпы сол аккаунттары бұғатталған журналистер, саяси белсенділер бар. Мысалы Санжар Боқаев, Вадим Барейкин өзі нақты айтты. Бұл жерде бұл әрекеттердің бір уақытта болғанының саяси астары бар деп түсіндірді. Себебі олар билікті ашық түрде кәдімгідей журналистік зерттеулер арқылы сынайды, белсенділер де нақты көрсетеді. Мысалға Димаш Әлжановтың де аккаунты бұғатталды, ол да кәдімгі ашық түрде қазіргі биліктің саясатын, кәдімгі кемсіз тұстарын ашық айтып түсіндіретін мықты саясаттанушылардың бірі. Бірақ білуімше Вадим Барейко мен Димаш Әлжановтың аккаунттары қайтарылды, бірақ қалғандарына қатысты нақты апдейт білмейді екен. Әлі алмады ау деймін, Асхат Ниязовтың ашылған жоқ, қателеспесем. Бұл әрине қиындық тудырады. Жалпы аккаунттарды бұғаттау деген бұл қайткенде де келетін мәселе, себебі ол аккаунттар бір қоғамдық компанияның аккаунттары емес те. Әрине қоғамдық қызметке айналып кеткен болуы мүмкін. Мысалға бәріне ашық платформа, бәріне қолданылатын ішінде құралдар бар. Ол жерде ақпарат тарату мүмкіндігі кеңінен тараған. Бірақ ол бәрібір жеке компанияның, үлкен корпорацияның өнімі болғаннан кейін ол жерде белгілі бір шектеу тетіктерін өздерінде қалып отыр. Әрине ол сырттан үлкен сынға ұшырауы мүмкін, бірақ бәрібір қазір ол нормаға айналды деуге болады. Мысалға бұрын енді бұған дейін Трамп билікке келмей тұрып, жалпы көптеген үлкен платформалар фейк ақпараттарды анықтап, оларға бүйтіп лейбл, дисклеймер қою немесе оны шеттету функциялар бар еді. Былтыр мысалға Мета компаниясы Цукербергтің өзі шығып айтты, сол функцияны алып тастаймыз деді. Яғни фейк немесе біреуді қаралайтын кәдімгідей үлкен дезинформация компаниясы жүріп жатса да енді Фейсбукте, Инстаграмда, оған Метаның әкімшілігі араласпайды деген сөзді. Бұл журналистердің жұмысын ары қарай қиындатып жіберді. Және сондай қиындап тұрған кезде, және журналистердің аккаунттарының бұғатталып қалуы өте қиын жағдай деп ойлаймын. Басқа да тілшілерге мысалға әртүрлі істердің қозғалғанында қиын. Мысалға Орда кезет бас редакторына 2 ай үй қамағына алды. Оған қателеспесем дифамация бойынша айып тағып отыр. Ол бізде қылмыстық іс болып саналады ғой. Оны көп белсенділер, жалпы сөз бостандығын құптайтын азаматтар, ол әкімшілік кодексте қаралу керек деп айтады. Бірақ бізде ол мен қателессем подкастта қойып жүресіздер. 274-ші бапқа сондай. 274. Сол баппен қазір қаралып отыр. Негізі ол әкімшілік кодекспен болу керек. Мысалы көптеген
батыс елдерінде бұл сөз бостандығы шеңберінде қалып қояды. Сондықтан ол қылмыстық кодекске кіріктірілмейді. Бізде ол енді өзгеше сондай. Әрине біздің заң жобасына қатысты ондай сұрақтар көп. Белсенділер, тіпті журналистердің тобы осы мынау масс-медиа туралы заңға көп қатысты, көп өзгеріс енгізуге тырысты. Бірақ сонда келгенде кейбір өзгерістер ұсыныстар енді, кейбіреулер енбей қалды. Қайткенмен де ол заң енді сол заңның шеңберінде бәрібір журналистердің жұмысы реттелетін болады. Оған дейінгі платформалар туралы заң бар, оның кәдімгідей күшке енгенін біз биыл көріп отырмыз. Өзіме келсек, енді бәрібір белгілі деңгейде ойланасың әрине, бірақ қоғамдық қызметтің бәрібір аты қоғамдық қызмет, оның жаңағы қиыны да жеңілі де бірдей болу керек деп ойлаймын. Жұмысты жалғастыра беру керек. Жақсаратын шығар мүмкін, оларға да өзгерістен бір реформа болатын шығар деп ойлаймын. Солай ары қарай жұмыс істей береміз. Ешқандай менде бір ойланатын немесе кәсіпті ауыстыратын ой болмады. Жақындарыңыз былай түсер басында кездескен кезде айтпай ма? Не қылып жүрсіз бұл жерде, қауіпті емес па деген сияқты. Мынандай болады ғой. Үнемі айтады ол. Иә, үнемі айтады. Жаңағы өзіңе байқап жүр, басқа өйтпейді, жалпы кетіп қалсай дейтіндер де бар мысалға медиа нарықтан. Енді біз енді азаматтық қоғамда өмір сүріп жатырмыз, заң бұзып жатқан жоқпыз, өзіміздің қоғамдық қызметпен журналистикамен айналысып жатырмыз. Сондықтан ешқандай қауіп төнбеу керек деп сенемін. Құдай сақтасын әрине. Бірақ әрине бәрібір туыстар уайымдайды, айтады, әке-шешем де кейде айтады мысалы. Мен оларға түсіндіруге айтамын, бұл кәсіби деңгейдегі жұмыс, бұл бір менің ғана шешім емес, редакцияда ақылдаса отырып, бәрін біз этика шеңберінде шығарамыз. Үкіметтің жасап жатқан жұмысы болса, оны да айтамыз, бейтараптық тұрғысынан. Яғни мен жұмысыма олай уайымдамаңыздар деп түсіндіремін. Енді қазір енді дұрыс қарайды, жақсы қарайды деп ойлаймын. Жақсы, жалпы подкастқа келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, біздің подкаст осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.